Сәлем достар. Қазақ халқында үкіні қасиетті құс деп санап, үкінің қауырсынын жаңа дүниеге келген нәрестенің ұйқысы тыныш болсын деп бесігіне байлап, бәле жаладан қорғасын деп жастарымызға тұмар ретінде тағатын болған. Қыз баласына құда түскенде үкі тағып айттырып алатын болған. Соған байланысты қазіргі трендтегі үкілі брошты бірге жасайық. Мінекей мен ақ фетрді қолданатын боламын. Фетрдің түсі өзіңізге байланысты қай түстен жасасаңыздар да болады. Ал мен мынау арнайы брош жасауға арналған фурнитура, осыдан үлгі қиып аламын. Бұл фурнитураның үстіне моншақты қойып, осылай жабыстырсаңыздар да болады, бірақ та мен моншақтан тізіп жасағым келіп отыр. Сонымен қатар формасын өз еріктеріңізде үш бұрышты немесе дөңгелек қылып жасасаңыздар да болады. Жасалу жолы өте оңай. Мінекей мен осындай екі жапырақ белгілеп алдым. Осы жапырақтың мен қазір ортасын табамын. Ортасын табу үшін осылай бүктеп, ортасын міне белгі салып ортасынан шығаруға болады. Дәл ортасына осындай жасыл изумруд түсте жақсы әдемі брош дайын сатып алдым да осыны жабыстырып қойдым. Бұл түсті да өз еріктеріңізде әртүрлі түске өзгертулеріңізге болады. Сонымен қатар мына жерде полубусинки деп аталатын моншақтарды қолдандым. Моншақтардың барлығын түстерін өздеріңіз таңдайсыздар. Мен бірінші ақ қолдандым. Ақтан кейін барып имитация страздың бір қатарын, одан кейін қайтадан ақ жемчуг, одан кейін алтын түстес жемчугті жабыстырып шықтым. Клейіміз тез қатып қалуы мүмкін, сондықтан да тез жылдам жасаймыз. Не болмаса тек қана бір капля, яғни бір тамшы тамызып жабыстырып, содан кейін жалғастырған дұрыс деп ойлаймын. Мінекей моншақтарымызды жабыстырып болдық. Осыдан кейін фетрдан тағы да қиып аламыз. Мана қиғанымыз кішкентай болып қалатын болды. Моншақтарымыз үлкен болып жабыстырылды. Сондықтан да тағы да қиып алып, міне осылай жабыстыруға дайындаймыз. Ендігі кезекте үкіні жабыстыратын боламыз. Үкінің астына ыстық клей құйып, осылай жинақтап аламын үкінің барлығын. Содан кейін барып, мына бұрышынан бастап әдемілеп ортасын таңдап, содан кейін жабыстырып қоямын. Ал ендігі кезекте мен мынандай қыстырғыш таңдадым. Осы қыстырғышты, темір қыстырғышты мен сыртына шығарып көрсеткім келмей тұр. Сондықтан да мына үстіңгі бетіне жабыстыратын фетрді шамалы ортасынан қиямын да шет жағынан қыстырғышымызды ішінен өткізіп, міне видеода көрсетілгендей өткіземіз да енді клейді аямай құйып, соның үстіне жабыстыратын боламыз. Мінекей көп жері кепті, ашық жерлеріне қайтадан клей құйып, тағы да бір жабыстырып шығамыз, көбірек ұстап тұрамыз, жақсырақ қату үшін. Содан кейін барып, мынандай ашық жерлерін көрсетпес үшін мен тағы да моншақ жабыстыратын боламын. Сол кезде енді двойной дейді ғой, екі қабат болып жабысады. Ол өте әдемі және 3D ретінде көрінетін болады. Яғни міне қараңыздар, қазір шетінен бастап мен осылай ақ жараспайтын болды, сондықтан да алтын түспен қайтадан тағы да осылай қаптап шығамын. Клейді көп жақпаңыздар, клейді шамалы ғана жағыңыздар. Содан кейін ыстық клеймен абайлап жұмыс жасаңыздар, мен секілді қолыма жабыстырып алмаңыздар. Енді мен иіненің көмегімен жабысып қалған, яғни сыртына жабысып қалған клейлердің барлығын осылай алып тастаймын. Сол кезде жұмыс өте сапалы, әлі жинақы көрінетін болады. Менің жасаған брошкамның өзі үлкен көлемді болып шықты. Сол үшін мен үкіні көп салдым. Үкіні аз салсаңыздар да болады. Ал қыздар, барлығы дайын болды. Қараңыздар қандай әдемі керемет болып шықты. Өзімнің көңілімнен шықты әрине. Егер сіздерге де ұнаған болса, маған комментарий жазып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Ақтолқын Ғалымқызы. Жақсы күндерде кездескенше. Сау болыңыздар.